Өткен сабақта басқасын тіккен едік. Міне мен 0,1 тігіс бердім. Енді жеңін бір-біріне оң қаратамыз да, көрсеткен жерлерді тігеміз де, сразу оверлоктаймыз, немесе зигзагтаймыз. Міне мен тігіп алдым. Енді жеңіміздің басын закрепка қоймаймыз да, осылай бір тігіп шығамыз. Сол тіккен көмекші жіпті осылай тартып жинаймыз сборкаға. Қолтық ойындысын астар мен негізгі бөлікті бір-біріне осылай қосып булавкамен қадап шығамыз. Және де жеңді қондырамыз. Булавкамен қадап алайық бірінші барлығын айналдырып. Барлығын айналдырып тіккеннен кейін сразу оверлоктап тастаймыз. Оверлок жоқ болса зигзагтаймыз. Енді жеңіндегі манжетін тігеміз. Ол үшін осы бір-біріне оң қаратып 1 сантиметрге тігіп шығамыз. Енді жеңнің астыңғы бөлігінде закрепкасыз тігіп шығамыз да, тоже сборкаға жинаймыз. Манжетке жинаймыз оны. Булавкамен қадап болғаннан кейін айналдырып тігіп шығамыз да, сразу оверлоктап тастаймыз. Осымен киіміміз дайын. Киім дайын болғаннан кейін осылай алдына тастарын тігіп шығасыздар. Оны өз қалауларыңызша тігесіздер. Оны түсірмедім мен видеоға. Мен өзім Улюверсі қададым.
соны көрсетіп жатырмын. Келесі сабақта реверс тағуды көрсетемін.